Hello everyone, today's our topic is the passive. Бүгінгі тақырыбымыз ырықсыз етіс. Ырықсыз етіс to be көмекшінің етістігінің сәйкес шақ түрлерінің тұлғасы және де етістіктің иди жалғауы немесе бұрыс етістіктің үшінші формасы арқылы жасалынады. Ол осындай кездерде жасалынады. When the person who carries out the action is unknown, unimportant or obvious from the context. Сөйлемде іс-әрекеттің атқарушысы қимыл иесі, арнайы айтылмай, іс-әрекет өз-өздігінен жасалынып тұрса, істелгені көрініп тұрса қолданылады. Мысалы, for example, the technology club was first organized in 1995. Бұл сөйлемде кім істегені жасалып тұрған жоқ. Өз бетімен іс жасалынған, Мысалы, технологиялар клубы 1995 жылы бірінші рет ашылды деп тұр, Оны кім ашқаны жазылмаған, тек қана іс-қимыл айтылған. Келесі, use by plus agent to say who carries out the action, or with plus instrumental material to say what the agent used to carry out the action. Егер сөйлемге іс-әрекетті жасаған тұлғаны қосатын болсақ, кім істеді екен айтатын болсақ, ол сөйлемге by көмекші сөзі арқылы енгізіледі. Ал бір зат арқылы жасалатын болса, with көмекші сөзін қолданамыз. Мысалы, the sculpture was made by Санжар. Мүсінді Санжар жасады деп тұр. Мұнда мүсінді кім жасаған жазалып тұр. Сондықтан was to be етістігі және де made, етістіктің үшінші формасы және де by деген көмекші сөз жасалып тұр. Екінші, the sculpture is made with wood деп, бір зат арқылы жасалған болсақ, with көмекші арқылы жасаймыз. Мұнда мүсін ағаштан жасалынған деп тұр, Неден жасалынған? Ағаштан. Бұны кім жасады, қашан жасады деп тұрған жоқ, ал бір зат арқылы жасалды деп. Сондықтан біз with көмекшісін қолданамыз. Және келесі, when the action is more important than the person who carries out. Егер сөйлемде іс-әрекет жасаған тұлғаға қарағанда, әрекеттің өзі маңызырақ болғанда, to be, иди және де past participle to, яғни ол бұрыс етістіктің үшінші формасы қолданылады екен. Мысалы, recycled materials are transformed into art in this club. Бұнда да are to be, transformed деген етістікке иди жалғауы жалғанып тұр. To make statement more formal or polite. Мәлімдемені ресми немесе сыпайы ету. Бұл көбінесе ресми хаттарда қолданылады, For example, paintballing without a helmet is prohibited. Бұнда да is to be етістігі, prohibited етістігіне иди жалғанған. Егерде бұрыс етістік болатын болса, онда етістіктің үшінші формасы қолданылатын еді.